Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айза. Бүгін Whoopie тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сармай мен шоколадты су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Араластырамыз және суытамыз. Содан соң жұмыртқаларды араластырамыз және де үстінен қантты бөлектеп сала отырып миксерлейміз. Қанттың барлық мөлшерін салған кезде миксердің жылдамдығын жоғарылатамыз және де масса 2 есе ұлғайғанша араластырамыз. Үстінен ерітілген сармай мен шоколадты салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бөлек ыдыста құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, қопсытқыш какаоны біркелкі етіп араластырып аламыз. Барлық құрғақ ингредиенттеріміз електен өткізілген болуы тиіс. Сұйық массамызға құрғақ қоспаларды 3 этап бойынша саламыз және біркелкі етіп араластырамыз. Ыдыстың жиегіндегілерді де алып араластырамыз. Осымен біздің біркелкі және орташа консистенциялы қамырымыз дайын. Сіздерге бір лайфхак болсын, әрбір коржды осылай форманың астына пісіріп алсаңыздар өте ыңғайлы болады. Бірақ міндетті түрде форманың астын майлау қажет. Видеодағыдай етіп қамырды спатуланың немесе қасықтың көмегімен тегістеп, қызып тұрған 180 градус пеште әрбір коржды 10 минуттан пісіріп аласыз. Суыған корждарды пышақтың көмегімен формадан босатамыз, байқаңыз, сындырып алмаңыз. Корждардың диаметрі бірдей біркелкі болып пісетіндіктен жан-жағын кесу қажет емес. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сыр мен қантты миксердің көмегімен 1 минуттай араластырамыз. Содан соң үстінен 33-35% өте салқын сливкиді құямыз. Және де миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, жоғарғы жылдамдығына дейін араластырамыз. Өз формасын ұстайтын өте қою крем пайда болғанда миксерлеуді доғарамыз. Бізде крем дайын, енді корждарымызды жинаймыз. Whoopie тортының шариктерін шығару үшін 806 немесе 808 номерлі насадканы қолданасыздар. Шариктерді өте әдемі етіп шығару үшін сізге ең біріншіден ептілік, насадка, сонымен қатар кондитерлік қапшық қажет. Ортасына 3 лапата крем саласыздар және спатуланың көмегімен тегістейсіздер. Және ескеретін жайт, корждарды теріс жағынан жинаймыз. Сол кезде крем жақсы сіңеді. Келесі қатарын шариктерін шығару кезінде бірінші қатарын шариктерінің тап үстіне шарикті құятын болсаңыздар, торт өте әдемі жиналады.
Ең бетіндегі жоғарғы коржды оң бетімен орналастырамыз. Мінекей тортымызды жинап болдық, енді бетіне ганажды дайындаймыз. Ганажды дайындау үшін бар болғаны шоколад пен сливкиді су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Еріген соң араластырып суытамыз және тортымызға құямыз. Дәл видеодағыдай етіп өрнек шығарсаңыздар болады. Корждарға крем жақсы сіңу үшін холодильникке кем дегенде 3 сағатқа жібересіздер. Міне осымен Whoopie Pie торты дайын. Қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз.